Арнама қош келдіңіз. Тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Үй жағдайында осындай балмұздақ дайындаймыз. 2-3 бананды осылай турап, морозильникке салып қатырып аламыз. Өз қалауыңызша басқа да жидектер қоссаңыздар болады. Мен құлпынай мен малина қостым. Олар да қатырылған. Барлық қатырылған жеміс жидектерімізді блендерге салып, жақсылап блендерлеп аламыз. Енді сливкиді алып, жақсылап миксерлейміз. Менде қарапайым сливки, кокосовый сливки қолдансаңыздар да болады. Тұрақты осындай масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Сливкиімізге блендерленген жеміс жидектерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Балмұздағымызды осылай ыдыстарға құйып, бірден жей беруге болады. Өте дәмді болады. Қаласаңыздар, осындай формаларға құйып, морозильникке салып, қатырып алып, жеуге болады. Осымен біздің үй жағдайында жасалатын қантсыз балмұздағымыз дайын. Дайындап көріңіздер, ас болсын.